Таңжарық тайлды жандандырамыз бұйыртса. Ауланың бұрышынан бастап тазалап, шөп, мөп, мұсыр, пұсыр бәрін шығарып, тап-таза тәштек қыламыз, тәштек. Бұйыртса Алла қаласа тәштек қып, тікелей бір жандандырып, соғымға қарсы күшті жұмыстар жасаймыз деп ойлаймыз Алла қаласа. Қолдан келгенше міне жерді жасадық. Енді бұйырсанадан арба келетті. Далаға шығып кетеді. Нұралықты пока қоя тұрдық. Міне жердегі ойылғандар жасап қойдық. Зың-зың болды бұйырса. Ана бұрышты чөбін жұлдым. Ана құмдалғайға апарамыз. Ана қашты алып кетеді. Мынандай чөп біткеннің бәрін мынаған қостырып, тазалап, мынаны шығартып, ауланың үшін реп-ретті қыздай қып, тәштек қып қоямыз Алла қаласа. Мен шөпті жұлып тастаймын қазір, қырып отырып бірдеңе қып бұйырса. Деген пысық жігіттеріміз десе, шөптен кішкене қалды. Анау жердегі құмды ше. Былай қарай апарып тастадық. Енді анау ағаштарды апарамыз. Любой жердегі шөпті жұлып тастайтын боламыз бұйырса. Кез келген жердегі шөптің бәрін. Бұйырса бітті міне. Ағашта жоқ, құмда жоқ. Енді шөп жұлу керек. Бүгін ба, ертең ба, мынаны суаркілей жасау керек. Мына жерге шырақ орнату керек. Далаға, түнде сойғанға. Тағы қандай жұмыс қалды. Мынаның ішінің лампочкалары аз, әлсіз. Санын көбейту керек. Өзім электрик, өзім суарщик. Бұйыртса жасаймыз ғой бәрін. Бар дүниені ұқсап жасау керек қой десең. Болды. Жасаймыз Алла қаласа. Жаңбыр тамшылап кету себепті біраз жердің шөбі қалды.